Қош келдіңіздер баршаларыңыз, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Қош келдіңіздер. Қиналып жатқан жоқсыздар ма? Оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Сәлематсыздар ма? Ассаляму алейкум. Рахматуллахи баракатух. Күшті дейді. Қуаныштымын. Өте қуанып отырмын. Баршаларыңыз көргеніме қуанып отырмын. Супер қыз дейді. Рахмет Алма ханым. Сәлематсыз ба? Күшті. Ассаляму алейкум әпке дейді. Жаңа босанған келіншекке диета ұстауға бола ма дейді. Диета ұстаудың қажеті жоқ. Дұрыс тамақтану ол маңызды міндетті түрде. Егер сіз дұрыс тамақтанбайтын болсаңыз, мысалы ойлаңызшы, біздің баламызға әртүрлі зиянды қанттан, әртүрлі гамбургер, чизбургердан, әртүрлі сушидан мысалы енді қандай пайдасы бар біздің баламызға? Емізіп отырсаңыз да сіздің балаңызға содан бір пайда бар ма? Мысалы, маймен нан жесеңіз болады. Ең бастысы нан, айтамыз ғой, пұпы нан болуы қажетті. Мысалы, күріштің ұнынан, бидайдың ұны болмау керек. Немесе бидайдың ұны болғанның өзінде де айтып жатамыз ғой, үшінші сұртты қара нандар болады ғой. Ржаная мука деп тұрады сыртында жасалғаны. Вот сондайда жесеңіз болады. Ал былай дұрыс тамақтау ол маңызды. Егер сіз сорпа ішетін болсаңыз, мысалы, қайнатпа сорпа дейміз, сүйек сорпа дейміз, пайдалы ғой біздің ағзамызға. Балық жеуге болады ма дейді? Әрине болады, Нұргүл ханым. Балықты міндетті түрде жеңіздер. Аптасына 2 рет өздеріңізге сондай күн қойып қойыңыздаршы. Осы күндері мен балық жеймін деп. Вот шынымен де өйткені біздің ағзамызға қажетті майлар, омега-3 деп жатамыз ғой. Вот сол балықтың ішінде бар. Сіздердің арқаларыңызда жақсы сабақ алып жатырмын. Күшті. Мөлдір ханым, өте қуаныштымын. Өте аз қалды, Рамазан айының бітуіне 3-4 күн ғана қалған шығар. Өкінішті енді 3-4 күн өте аз қалды. Мүмкіндіктеріңізше баршаларыңыз осы эфирлардың барлығын көріп алыңыздар міндетті түрде тапсырмалардың барлығын орындауға әрекет жасаңыздар. Алдағы уақытта барлығын конспект жасап алыңыздар. Өйткені бұншалықты құнды информациялардың барлығын сіздер басқа жерден таба алмайсыздар. Бұндай арзан баға аламайсыздар енді. Алдағы уақытта көптеген қажетті, өздеріңіздің өмірлеріңізге қажетті сабақ алдыңыздар деп ойлаймын. Қолданады деген ойдамын, иншалла. Өзіңіздің страницаңызға немесе осы страницаға меню салыңызшы жаңа босанған келіншекке дейді. Мен өзімнің страницама, онда өзімнің страницамды мына жерге жазып қояйын, прикрепить етіп қоя салайын онда, сол жерге жазсаңыз болады. Қараңыз мына. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Менің парақшам міне аз ғана уақыт осылай тұра тұрсын, прикрепленный болып. Егер қажет болатын болса, кіріп меню міндетті түрде салатын боламын. Осыдан соң 6 күндік ораза қашан дейді. Ол енді мен нақты айтпай қояйын, бірақ 3 күн бізде айт болады ғой, содан кейін деп ойлаймын. Менің өтім толып кеткен, авес ішем, ауыз ашарға дұрыс па дейді. Ішсеңіз болады, жай ғана қайнатқан сорпа ішсеңіз де болады. Бастысы өт толғандарға дұрыс тамақтану қажет. Ешқандай майлы тағамдар болмайды, тәтті тағамдар болмайды. Бастысы дұрыс жолмен, дұрыс әдіспен жасалған тағамдар, және де көлемі ондай көп болмауы керек. Өйткені сосын сіз ішіп жеп аласыз ғой, мысалы, тамақты, сосын бірден барып жата қалуға болмайды. Өйткені өт толған болса, ішіп жеген тамағыңыздың барлығы қайтадан аузыңыздан шығып кетуі мүмкін. Сол үшін кемінде 2 сағаттай, бір жарты сағат далада жүріп қайтыңыз, сосын үйде кітап оқыңыз, өзіңіздің дұғаңызды жасап жүріңіз, 2 сағаттан соң ұйықтасаңыз болады. Алла разы болсын сізге дейді. Рахмет, қаза күнімізді айтып кейін ұстаймыз ба дейді. Сіздің парақшаңызға тіркеліп алдым дейді. Өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға өте қуаныштымын. Бүгін эфир, қыздар. Бүгін мен сіздерге менюді түсіндіріп өтейін. Тез көп емес. Сосын дұрыс тамақтанбаудың, дұрыс тамақтануда жасалатын 10 қателікті сіздерге айтып өтейін. Сосын барып сұрақтарыңызға қарай жауап бере беретін болам, Давайте кеттік онда. Сіздер сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Неше күн сақталатынын білмеймін, қыздар, өздері айтады. Сіз әр қашан пайдалы кеңес бересіз, рахмет дейді. Ең бастысы сол пайдалы кеңесті сіздер
жаңағы қолданыңыздар, жай ғана пайдалы екен деп қоя салмаңыздар. Қараңыздар, 26 күн бұл жерде менің жаңағы эфирімді көргендер бар, көрмегендер бар, сонда да айтып өтейін, иә. 2 стакан жылы су. Жылы су сіздер 1 стаканына лимон қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. 1 долька, иә, 1 кусогын кесіп алып қоссаңыздар, біздің ағзамызды тазалауға өте жақсы көмектеседі лимон. Және де жаңағы лимон, білесіздер, егер давление төмен болатын болса, қолдануға болмайды, давление жоғары болатын болса, қолдануға болады. Түсінікті, иә, бірақ біздің ағзадағы шлакты және де әртүрлі токсинді тазалауға өте жақсы көмектеседі лимон. Әрдайым лимон, мята, жаңағы огурцы, мысалы да, жасап жатамыз ғой, әртүрлі чайлар, мысалы көк шай қосып жатады кей адамдар. Оның барлығы егер давление төмен болмаса, онда қолдануға болады, төмен болса қолдануға болмайды. Одан бетер түсіріп жібереді. Сосын құрма, міндетті түрде желательно, енді құрма пайдалы, ішінде глюкоза бар, біздің миымызға пайдалы глюкоза бар, денсаулығымызды жақсартуға өте жақсы көмектеседі. Бірақ глюкоза бар екен деп көп мөлшерде жаңағы көп жеп қоюға болмайды. Жарай ма? Көп жеп қоймаңыздар. Аз-аздан 3-4 штуктан күніне жесеңіздер болады. Сосын сары май, табиғи қолдың сары майы. Оны сіздер гхи майы қылып дайындасаңыздар болады, жай ғана ертіп алсаңыздар болады, иә. Немесе сондай қолды майын қолдансаңыздар болады. Хлебцыға жағасыздар, қара нанға жағасыздар, немесе мен өзім нанымды көрсетейін, иә, сіздерге. Өзім қараңыздар. Жай ғана қара нан, магнум болсын, немесе А2 көп қой магазиндер, супермаркеттер, сол жерден алсаңыздар болады. Тұтас дәнді нан, шведский деп тұр, бұл жерде табиғи ұйытқымен жасалған, яғни ПП ұндар дегеніміз табиғи, жаңағы ПП нандар дегеніміз табиғи жаңағы ұйытқымен жасалады, ешқандай ашытқы қосылмайды. Қараңыздар, ашытқы қосылмаған, прям сөйтіп жазылып тұрады, ашытқы қосылмаған, иә. Сосын жаңағы ұйытқымен, табиғи ұйытқымен жасалуы керек, тұтас дәнді ұндардан жасалуы керек, күріш ұны болсын, жаңағы жүгері ұны болсын, сұлы ұны болсын, иә. Бастысы сондай ұндардан жасалуы керек. Енді мына жерде көрінбейтін шығар, бұның ішінің барлығы дән. Мынаның ішін былай жасайын, иә. Прикрепите публикацию. Міне қараңыздар, ішінің барлығы дәндер бұның. Өте пайдалы ағзаға. Bir күнде осының 2-3 түгін жесеңіздер, сіздер былайнан қоясыздар, ешқандай қарын ашу деген болмайды. Қарапайым нандарды, мысалы біз дрожжбен жасалатын нандарды көп жеп қоямыз ғой. Bir нанды мысалы бір күнге бір адамға жеп қою мүмкін да. Ал бұл жерде тұтас дәнді болғандықтан өте пайдалы, иә. Бірақ көп жей алмайсыздар бұны, өйткені тойып қаласыздар. Кәдімгідей ағза тез тойып қалады. Осындай нандарды қолдансаңыздар, және де көп тартпайды бұндай нандарға. Сіздің ағзаңыз осыған үйренетін болады. Так, менюға кеттік. 26 күн. Түсінікті, иә, жаңағы сармайды осындай нанға жағып жесеңіздер болады. Сэндвич деппін. Сэндвичті, яғни осындай нанның екеуін аласыздар, помидорды қосасыздар, огурцыды қосасыздар, сырды қосасыздар. Сыр, твердый сыр болу керек, қатты сыр. Жұмсақ плавленныйды қоспайсыздар, өйткені ол сыр емес, ол сырный продукт. Яғни ол жерде құрамында міндетті түрде өсімдік майы қолданылады, сырный продукты қолданылады. Ал настоящий сыр ол қатты болады, мынандай сыртын ұстасаңыздар, теркадан өткізіп қоссаңыздар болады, немесе жай ғана бір кусогын кесіп алып қоссаңыздар болады. Сосын екінші нанды үстіне қойсаңыздар болады, немесе қоймай дәл осының үстіне помидор, огурцы, сыр, я азырақ сметана қосуға болады, қоспауға да болады. 20%, 15%, 10% бар ғой сметаналар. Вот соларды қосуға болады, солай жесеңіздер болады. Түсінікті, иә, барлығы. Мен всегда осындай нан аламын дейді, өте қуаныштымын. Жақсы, қараңыздар, мына жерде компот кептірілген жаңағы жемістерден, иә, компот, яғни жай ғана кептірілген жемістерді аласыздар, бір рет қайнатып аласыздар суға. Қайнатып аласыздар да, сосын жаңағы компотты суытасыздар, суытып болған соң ғана азырақ бал қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде, жарай ма? Көп қосудың қажеті жоқ. Онсыз да ол тәтті болады.
Бұны таңертеңге жейсіздер. Кешке қақталған жаңағы қақтар жеу, яғни сухофрукты, ягоды, мысалы қазір уже клубника шықты, малинаны нақты білмеймін, шықты-шықпады, бірақ морозильникте қатырып қойғандарыңыз да бар шығар, мысалы да, соларды алып жесеңіздер болады ауызашарға. Сосын жылы су, құрма, оның барлығы білесіздер, борщ, яғни етті қайнатып аласыздар, қайнатпа сорпа деп айтамыз ғой, қайнатып аласыздар да, ішіне жаңағы көкөністердің барлығын саласыздар ғой, өздеріңіз жиі алатын көкөністерді. Сосын жаңағы капустаны саласыздар, турап саласыздар, тоже қайнайды, қызанақ саңыңыздар, өйткені жаңағы түсін өзгерту керек. Қызылша сасаңыздар болады, тоже түсі жақсы өзгереді, дәмді болып шығады. Азырақ сметана қосып жесеңіздер болады, бірақ майонез қоспаймыз. Ол дұрыс тамақтануда дұрыс емес, қыздар, майонез қосқан. Майонез қоспаймыз. Сосын салат, свежий салат, балғын салат, помидоры, огурцы, сәбіз, мысалы, қырыққабат, ас көктер араластырыңыздар, барлығын жақсылап тұрып, сонымен тамақтанып алыңыздар. Түсінікті, борщ барлығының көлемі жазылған, дәл солай тамақтанатын боласыздар. Келесі 27-ші күн, қараңыздар. Жылы су, құрма, сары май хлебцемен білесіздер, әсіп үш тілім. Яғни әсіп деген жаңағы мысалы малдың жүрегі, бауыры, бүйрегі барлығын ет тартқыштан өткізіп әсіп жасаймыз, солай жесеңіздер болады, немесе котлет дайындасаңыздар болады. Дәл солай котлет дайындап жесеңіздер болады. Бірақ котлет дайындағанда оны парға пісірсеңіздер болады, немесе духовкаға пісірсеңіздер болады, бірақ қуыруға болмайды. Өйткені біз қандай маймен қуырамыз? Өсімдік майымен қуырамыз. Өсімдік майы, жаңағы өсімдік майына жасалған тағамдардың барлығы біздің ағзаға барған кезде ол өзінің токсический эффект деп айтамыз ғой, яғни токсиндар мен шлактар шығарады, сол арқылы біздің ағзаға кері әсерін тигізеді. Түсінікті, оны қайтадан тазалауымыз қажет деген сияқты да. Енді ғана біз осы ораза айында мысалы бүкіл ағзамызды тазалап келе жатырмыз да, ал барамызда осындай қуырылған тамақ жеп, қайтадан біз өз ағзамызды шлактап тастаймыз. Шай болмайды. Шайда сіздер натуральный шай деп бір жерден енді көрмесеңіздер, шөп шай болады ғой. Вот сондай шайларды ішсеңіздер болады, бірақ ыстықта ішпеңіздер, жылы түрінде ішіңіздер, жарай ма? Айтады ғой, ыстық ішпесем басым ауырады деп. Үйреніңіздер соған, жылы қылып ішіңіздер, өйткені біздің асқазан ішектің шырыштық қабатының барлығын сіздер воспаление пайда болуы мүмкін, асқындырып жібересіздер. Ыстық барған кезде, біздің асқазанымызға барған кезде ол күйдіріп жіберуі мүмкін, сосын язва пайда болуы мүмкін, гастрит пайда болуы мүмкін. Жаңағы айтамыз ғой, панкреатит деп жатамыз, түрлі дұрыс емес тамақтанудан сондай аурулар пайда болып, ертең арты ракқа айналып келуі мүмкін. Сосын не болады? Алла сақтасын, айтпай-ақ қояйын. Келесі ауызашар, жылы су, құрма, жаңғақ, яғни жаңғақтар ең басты тұзды болмасын, жарай ма? Қарапайым, жаңағы айтамыз ғой, қарапайым жер жаңғақ болуы мүмкін, қарапайым үлкен домалақ жаңғақтар бар ғой, вот сондай жаңғақтар болуы мүмкін, солардан 2-3 жесеңіздер болады. Балық филесі, яғни балықты сіздер духовкаға пісіресіздер. Қызыл балық болса тіптен жақсы, қыздар, ішінде дәрумендер омега-3, жаңағы ақуыз белок өте көп, өте пайдалы, ең бастысы біздің ағзамызға, ең болмаса айына 1-2 рет позвольте себе деген сияқты ғой. Енді өздеріңізге мүмкіндігінше сондай балықтарды жеуге тырысыңыздар, шамаларыңыз келгенше әрине. Ол духовкаға пісіресіздер, филені, етін саласыздар да, үстіне азырақ тұз қосасыздар, жаңағы қоспаларын қосасыздар, өздерінің жаңағы бұрыш қоссаңыздар болады, немесе табиғи қоспалар болады, табиғи, яғни жаңағы былай пакетте тұратындар емес, специи емес, табиғи болуы қажетті қоспаларының өзі. Вот сондайларды алып қоссаңыздар болады. Салат, білесіздер, балғын салат. Келесі 27-ші күн, 28-ші күн. 28-ші күн, бұл жерде барлығы түсінікті, қазы іштілім, яғни қазыны қайнатасыздар ғой сіздер, қазы өте пайдалы. Құрамында мысалы май бар, ол жерде ол біздің ағзамызға пайдалы май, зиян май емес, ол маргарин емес, бастысы өсімдік майы емес. Сосын бие сүті, сүттерді, бие сүті, түйе сүті, ешкі сүті міндетті түрде ішіп жүріңіздер. Күнде ішсеңіздер де еш артық етпейді, біздің асқазанымыздың жұмысын жақсартады. Мына өкпенің жұмысын жақсартады. Қазіргі ситуацияға байланысты әртүрлі инфекция барлығы біздің өкпемізге түсіп жатыр ғой, енді коронавирустың өзі өкпемізге түсіп жатыр, өкпенің асқынуы пайда болып жатыр содан. Ал бие сүтін ішетін болсаңыздар, өкпенің жұмысын жақсартады.
иммунитетті көтереді, асқазанның да жұмысын жақсартады. Түсінікті, барлығы жақсы, сіздерде эффект болады иншалла. Ауызашар жылы су, құрма, 15-20 минуттан соң кешкі ас ішу. Оны ұмытпаймыз, 15-20 минуттың ішінде сіздер намаз оқисыздар иншалла, дұғаларыңызды жасайсыздар, немесе жүріп келіп, сәл болсын өзіміздің асқазанымызға уақыт береміз. Бүкіл асқазанның сөлі шығуы қажет, асқазанымызға. Сонда ішіп жеген тамағымыз жақсы қорытылатын болады. Шұбатпа дейді. Егер сүтін таппасаңыздар, түйенің сүтін шұбат ішсеңіздер болады, айран болады ғой, қымыз ішсеңіздер болады, соларды ішуге болады, рұқсат. Балық атаулының бәрін ұната бермейтін болса, балықты міндетті түрде емес, Фарида ханым, міндетті түрде емес, балық жей алмайтындар омега-3 дәрумені бар ғой, бірінші эфирді көрсеңіз болады, дәрумендер жайлы айтқан болатынмын. Сол жердегі омега-3-ді алса, немесе ақуыз, белок, қосымша қайнатылған жұмыртқа болсын, творог болсын, мысалы да, соларды жесеңіздер болады. Қарапайым етті жесеңіздер де, соның ішінде де дәрумендер өте көп. Қайнатылған сүт түсінікті, қазы түсінікті, күріш гарнир ретінде мына қазының жанына қойып 150 грамм, яғни қайнатылған дайын болғаны 150 грамм. Оны сіздер рисоваркаға дайындасаңыздар да болады, 150 грамм. Сосын азырақ мына сары майды сол күрішке қосып жіберсеңіздер дәмдірек болады, қыздар. Солай жесеңіздер болады. Ауызашар жылы су, құрма, 15-20 минуттан соң кешкі ас, қайнатылған сорпа, яғни қайнатылған сорпаға сіздер горох қоссаңыздар болады, чечевица қоссаңыздар болады, ет қайнатып аласыздар, барлық көкөністерді саласыздар, және де дәндер саламыз. Күріш сасаңыздар болады, гречка сасаңыздар болады, дәндер, маш сасаңыздар да болады. Қалауларыңыз солай дайындап жейсіздер. Салат 200 грамм міндетті түрде, салатта көбірек ас көк болуына назар аударыңыздар. Біздің ағзаға қажетті клетчаткаға өте бай. Түсінікті, барлығы. Так, бір көріп қойын. Вот, мына жерде жазыпты, менде язва бар, гепатит С дейді, қалай емдеуге болады дейді. Міндетті түрде сізге иммунитетті түсіріп алуға болмайды. Ары қарай ол асқынып кетуі мүмкін. Язвада да, мысалы, майлы тамақ, тәтті тағамды жейтін болсаңыз, сізде язваңыз өршіп кетеді. Сол үшін дұрыс қана тамақтану қажет міндетті түрде. Түсінікті, барлығы. Так, ауызашар 29 күн. Қолдың сары майы, сұлы ботқасы, овсяная каша. Сұлы ботқасын сіздер аластар да, 2 қасық, үлкен қасық овсянканы алып саластар, неге пісіресіздер, мысалы да, сол ыдыстарыңызға саластар. Үстіне 1 стакан су құястар, су, жай ғана су. Соны құястарда қайнатып аластар кашаны. Сосын дайын болайын деп 5 минут қалған кезде үстіне 1 стакан сүт құястар. Сүт құястар, жақсылап қайнатастар. Сосын дайын болған кезде өшіріп, газды, май бар ғой, қолдың сары майын, соны саластар. Сосын жақсылап араластырып, соны хлебцемен бірге жейсіздер. Жаңғақ жейсіздер 3-4 штук. Каркаде шайы, ол міндетті түрде каркаде емес, айтамыз ғой, клюквадан чай істесеңіздер болады, сухофруктыдан чай істесеңіздер болады. Каркаде ішсеңіздер болады, компот ішсеңіздер болады. Ең бастысы жылы болсын, ыстық болмасын. Ауызашар 2 стакан жылы су, құрма, 3-4 дана жаңғақ, ас қабылдау тек 20 минуттан соң ғана бастау, тауықтың етінен кеспе көже, яғни тауық сорпасын дайындаймыз ғой. Тауық сорпасын дайындаған соң, мына дайын болатынның алдында 5 минут қалған кезде кеспені саламыз. Өзіміз қолдан дайындасақ болады. Оны любой ұннан жасауға болады. Оны сіздер күріш бидай ұнның бірінші сорты бар ғой, соған жасаңыздар, сол пайдалырақ. Чем высший сортқа қарағанда, высший сортта ешқандай дәрумен қалмайды. Ол жерде көбінесе глютен бар құрамында. Глютен біздің ағзаға зиян. Бірінші сортта өте пайдалы, чем высший сортқа қарағанда. Хотя бы бірінші сортты алып қолданыңыздар. Салат 200 грамм. Так. Түсінікті, мына жерде тауықтың сорпасы, түсінікті, салат, түсінікті. Так, 30 күн. 30 күн қайнатылған тіл, яғни сиырдың, жылқының тілі. Қайнатастарда азырақ тұз қосып, кесіп, кесеміз ғой, етті қалай кесеміз, дәл солай тіл.
150 граммын алып жейсіздер. Ол жерде біздің мына қанымызды мөлшері түсіп кетпеу үшін, гемоглобинді түсіріп алмау үшін біз тіл жеуіміз қажет. Тіл немесе жаңағы берек, бауыр, өкпе деп айтамыз ғой, вот соларды жеуіміз қажет. Түсінікті, иә? Субпродукты деп айтамыз оларды жалпы тілмен айтқанда. Вот солардан 150 грамм жеңіздер. Сосын 1 штук алма жесеңіздер болады. Таңертең фруктыларды көбінесе таңертең жеуге болады. Кешке жақын көп жеудің қажеті жоқ, өйткені фруктыларда глюкоза, қант бар, иә? Глюкоза, яғни өсімдіктің енді қанты ғой. Мысалы, жаңағы қызылша дейміз. Біз қантты қайдан аламыз? Қызылшадан аламыз. Бірақ қызылшаны жеуге болады ғой. Көп мөлшерде емес, аз-аздан. Дәл солай алманы да таңертең жеңіздер. Өйткені жаңағы алмадан шыққан қант кешке дейін жақсы сіңіп кетеді. Ағзамызда жақсы сіңеді. Ал оны кешке жейтін болсаңыз, ол артық салмаққа алып келуі мүмкін. Сол себепті тек таңертең ғана. Ауызашар, голубцы, яғни жаңағы болгарскийдің ішіне салынатын фарш пен күріш қой, енді айтқанда, иә. Сол кешке сорпа 200 грамм, сол голубцидың сорпасына дайындайсыздар ғой, сол сорпадан 200 грамм ішесіздер. Және де салаттар, 150 грамм салат. Барлығы түсінікті, иә, бұл жерде. Так, сұрақтарыңыз бар ма меню бойынша? Меню бойынша сұрақ болмаса, мен ары қарай жалғастыра берейін. Менің даусым естіліп тұр ма сіздерге? Айтып өтсеңіздер, иә, тез-тез. Менің даусым естіліп тұр ма мына жерде? Так. Естіліп тұрған сияқты, иә? Иә дейді. Жақсы. Ең болмаса жүрекше тастап кетіңіздер, мен көріп отырайын, сіздер шынымен де мені естіп тұрғандай үндемей қалдыңыздар, комментарийда жазбай қойдыңыздар. Жақсы болды. Енді ары қарай мен сіздерге бүгінгі мен айтып өтетін, тез айтып өтейін, бұны да, иә, үлгеріп қалайын. Бүгін менің соңғы эфирім сіздерге пайдалы болсыншы, иншалла. Көрінбей қалыпты. Дұрыс тамақтанудың 10 қателік, дұрыс тамақтанудағы 10 қателік. Тамақты көп жейміз. Расында да біз ашкөзбіз. Ол енді біздің жаңағы нәпсіміз деп айтсақ та болады. Нәпсімізді кей кезде баса алмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, тамақты міндетті түрде үшке бөлеміз, иә, асқазанымызды. Бір бөлігі су, бір бөлігі ауа, иә, үшінші бөлігі тамақ. Сол тамақ тойған кезде міндетті түрде тоқтатамыз. Суды ішіп аламыз бірінші, сосын бар тамақ жейміз, екеуін былай араластырып тастамаңыздаршы. Бірінші су, сосын тамақ, иә, қалғаны ауа болып қала берсін. Тамақтанамыз, тамақты көп жемейміз, өзімізді, нәпсімізді тиямыз. Сонда бізде артық салмақ пайда болмайды. Артық салмақтан қазір шынымен айтайын ба, әрбір жаңағы әлем бойынша деп айтсақ та болады, бір үшінші адам артық салмақпен өз проблемасы бар да. Мысалы, балаларда әрбір бесінші бала артық салмақпен кәдімгідей зардап шегеді. Үлкендерде әрбір үшінші адам осы артық салмақпен зардап шегеді. Оның барлығы уақыттың жоқтығы, яғни таңнан кешке дейін жұмыста, ол жерде дұрыс тамақтануға мүмкіндік бола бермейді, және де үйге келе сала жеңіл-желпі дайындалатын дұрыс емес тамақтарды жеу арқылы пайда болатын, оларда осы артық салмақ. Және де ол ертең артық салмақ, білесіздер, біздің денсаулығымызға кері әсерін келтіріп жатады. Мысалы, маған да қаншама адам марафоныма қатысып жатыр да, мысалы, оның барлығының проблемасы уақыттың жоқтығы және де жұмыста болуының септігінен дұрыс емес тамақтанған. Осы күнге дейін енді марафонға қатысып, дұрыс тамақтанып, арықтап жатқан қыздар қаншама. Дәл солай, сізге тегін мәлімет беріліп тұр, соны қолданыңыз. Дұрыс тамақтануды міндетті түрде реттейміз, қыздар. Сосын сырыв жасау, ол барлығында болып жатады. Сырыв жасайтын болсаңыз да, аптасына бір рет дұрыс емес тамақты жеуге болады. 2 аптада бір рет жеуге болады. Мысалы, торт жегіңіз келсе де, жалпы тортты да ПП түрінде жасауға да болады да. Ал жасай алмаймын, уақытым жоқ десеңіз, 2 аптада бір рет сырыв жасауға болады, ештеңе етпейді. Так. Екіншісі, қашанда майлы тамақты жақсы көреміз, иә? Сіз мысалы күнделікті жаңағы қуырылған тамақтарды жегіңіз келіп тұрады. Өйткені картошка қуырылған, немесе қуырылған бауырсақ, немесе шелпе қуырылған. Сондай тағамдарды өзіміз нәпсіміз ғой, енді қайтеміз, көп жегіміз келеді. Прям көздің жауын алып тұрады да жаңағы тағамдар. Жемесем болмайды, соның бәрібір жеуім қажет сияқты. Хотя бы мысалы әр жұмада дайындайсыздар ғой сіздер сол шелпекті да. 2-3 штук бауырсақ
бауырсақ әр аптада бір рет жеу ол зиян емес. Оны жесеңіздер болады, бірақ күнде емес та, күнде емес. Осылай азайтып денсаулығымызға жаңа дұрыс тамақтарды енгізіп отырайық, жарай ма? Маған бір қыз айтқан екен, жаңағы өзімнің тобымда марафон жүргізіп жатқанда, дұрыс тамақтану ол қымбат деп ойлайтын едім дейді да. Бірақ сіздің марафоныңызға келіп, ол до того наоборот екеніне көзім жетті. Біз күнделікті гамбургер сатып алатын едік, күнделікті газдалған сусын сатып алатын едік, күнделікті жаңағы пицца, суши деп көп ақшамызды жұмсап қояды екенбіз, оказывается дейді. Қарапайым үйдегі бар продуктамен де дұрыс тамақтануға болады екен ғой, Гүлбала ханым, рахмет сізге деп өте көп алғыстарын айтып жатқан адамдар да бар да. Дәл солай сіз де ойламаңыз, дұрыс тамақтану деген қымбат емес. Қарапайым сәбіз, қарапайым жаңа 40 қабат қарапайым ас көктерден алыңыз да салат жасаңызшы. Соның өзі біздің ағзамызға қажетті дәрумендерді беріп отыр. Мысалы, сәбізде дәрумені бар, көзіміздің жақсы көруіне жақсартады. Жаңа 40 қабатта мысалы, Б дәруменін алайық. Біздің есте сақтау қабілеті, мидың жұмыс жасауы, нерв болатын болса, таңнан кешке дейін сіздер жұмыста болатын болсаңыздар да, мысалы, соның құрамында бар да, және де клетчатка ең бастысы. Біздің асқазанымыздағы тамақтардың барлығын түгелдей қорытып алып кететін, сіңдіруіне жақсы ықпалын тигізетін клетчаткалар бар осылардың құрамында. Ас көкте де дәл солай клетчаткаға өте бай тағамдар, қыздар. Мына жасыл, сары, қызыл жаңағы жемістер деп айтамыз, көкөністер деп айтамыз. Оның барлығында дәрумендер өте көп, қыздар. Осындай цветной, мысалы, цветной деп айтсақ та болады, светофор деп айтсақ та болады. Вот сондай көкөністерді көбірек жеуге қалыпқа айналдырыңыздар. Барлығын араластырып отырыңыздар. Лимон болсын, мандарин болсын, мысалы да, енді сары, ол цитрусы болуы мүмкін. Цитрусқа аллергия болатын болса, цитрусты алып тастайсыздар, қолданбайсыздар. Үшіншісі, тағамның құрамына мән бермейміз. Рас қой, тағамның құрамына мән бермейміз. Аламыз да, мысалы, макаронды алайықшы, жай ғана барасыздар да, үлкен пакеттегі макаронды аламыз да, жаңағы 5 килограмм бізге тиімді деп ойлаймыз. Аламыз да, сыртына қарамаймыз, құрамына қарамаймыз мүлдем. Зато экономили с деньгами деп ойлаймыз да, жаңа ақшамыз аз кетті, зато көп тамақ алып алдық деген сияқты. Ойлаңыздар, оның құрамында глютен өте көп. Сіздер макарон алғанда да мынандай кішкентай пакеттегі сыртында безглютеновая мука немесе из твердых сортов деп жазылып тұрады. Макарон из твердых сортов деп жазылып тұрады. Вот сондайды алыңыздаршы, сол қанша есе пайдалырақ біздің ағзамызға. Бағасы да тым қымбат емес, қыздар. Вот келесі, және де одан бөлек біз қаншама йогурттар аламыз, құрамында түрлі қанттар бар. Греческий деген йогурт бар, қыздар. Оның құрамында ешқандай қоспа жоқ, жаңағы закваскасы бар, және де айран болуы қажет. Одан артық ешнәрсе жоқ құрамында. Вот сол настоящий йогурт. Соған жаңағы балғын жемістер бар ғой, малина, клубника, соның барлығын миксерден өткізіңіздер, немесе мясорубкадан өткізіп, араластырып жіберіп берсеңіздер болады балаларыңызға. Пайдалы йогурт сіздерге. Ешкінің жаңағы сүтінен де жасалатын йогурттар бар, өте пайдалы, қыздар. Вот сондайларды алып қолдансаңыздар болады. Бүкіл тағамдарды дұрысын алыңыздар да, бұрысын былай шектеп тастауға әрекет жасаңыздар, жарай ма? Келесі, әртүрлі газдалған сусындарды көп ішеміз, әртүрлі газдалған сусындарды көп ішеміз. Не үшін? Өйткені біз соған тәуелдіміз. Бізді жаңағы газдалған сусындардың егелері солай тәуелді қылып қойғанда, ол біздің шөлімізді қандырмайды, ол бізді қайта шөлдете береді. Соны біз әрдайым алғымыз келіп тұрады, Вот сондай сусындардан бас тартуға әрекет жасаңыздар, компот жасаңыздар, чайлар жасаңыздар, әртүрлі шөп шайлар ішіңіздер. Тәтті қылып беруге болады да, любой нәрсені, мысалы айрандар, айранның ішіне түрлі жемістерді салып беріңіздер, йогурттар жасаңыздар, өздеріңіз үйлеріңізде беріңіздерші балаларыңызға, денсаулығын жақсартыңыздаршы солардың. Бірақ былай газдалған сусындарды көп бере бергенде де тетрапакеттегі сусындар бар, жаңағы типа натуральный сок деп жазып қоямыз ғой, ол натуральный сок емес. Натуральный сок ол сіз аласта, мысалы бүгін мандариндарды немесе жаңағы апельсинді аласта неден өткізесіз, соковыжималкадан. Вот соны бересіз, сол сізге натуральный. Ол бір күн ғана тұрады, екінші күні сіз оны қолдана алмайсыз, ол ашып кетеді, немесе оның бүкіл дәрумендері жойылып кетеді. Сол үшін қандай да бір тамақты алған кезде, дайындаған кезде, жетінің алдында жарты сағат, 1 сағат алдын дайындайсыздар, бірақ
жаңағы бір күн 2 күн алдын дайындап қоймаңыздар, жарай ма? Өйткені өзінің құнарлылығын жояды және де дәрумендерін жойып тастайды. Керісінше жаңағы зиянды нәрселер пайда болуы мүмкін. Мысалы, алманы алайық, алманы жейтін кезде, баламызға беретін кезде ашып береміз ғой, енді сыртымен жей алмайтын адамдарға. Аршыған кезде бірден жарты сағаттың ішінде, 1 сағаттың ішінде жеп қоймайтын болса, ол жаңағы сыртына бүкіл железо, темір деп айтамыз ғой, шығып кетеді. Оның біздің ағзаға ешқандай пайдасы болмай қалуы мүмкін. Дәл солай, қандай да бір ашитын, саситын тағамдарды сол күні дайындайсыздар ма, сол күні жеп қоюға әрекет жасаңыздар. Бірден, жарай ма? Сол тағамның дайындалуына да міндетті түрде мән беруге тырысыңыздар. Так, келесі бізде 5-шісі уақытылы тамақтанбаймыз. Рас қой, уақытылы тамақтанбаймыз. Таңнан кешке дейін аш жүретін адамдар бар. Мен арықтағым келеді дейді да, кешке бір-ақ рет тамақтанатын адамдар бар. Немесе таңертең ғана жеп, кешке мен мүлдем тамақ жемеймін, мен арықтауым қажет деп ойлайтын адамдар бар. Кешке тамақ жемесем, 6-тан кейін тамақ жемесем, арықтаймын деп ойлайтын адамдар бар. Қате ұғым. Күніне өздеріңіздің қажетті калорияларыңызды 5-ке бөлесіздер. Жаңа таңертең, обед, ужин ішесіздер және де перекустар жейсіздер. Сағат 11-тегі перекус, сағат 4-тегі перекус. Таңертеңгілік перекустарға сіздер фрукты жесеңіздер болады, кешкі перекусқа сіздер овощи жесеңіздер болады. Оны қазір мен ораза уақытында айтып отырған жоқпын. Ораза бітеді ғой, иншалла 3-4 күннен кейін. Ораза біткен соң өздеріңіз жаңағы қалыпты өмірге келген соң солай 5 уақыт міндетті түрде тамақтануға әрекет жасаңыздар. Кешкі сағат 8 ба, 8-де айран ішіңіздер. Айран ішіне көбірек клетчатка қосыңыздар, ас көктер қосыңыздаршы барлығын. Солай біздің жаңағы киви қоссаңыздар болады, біз смузи жасаңыздар да, кивимен, огурцымен, айранмен, солай сағат 8-дерде ішіп алсаңыздар болады. Сағат 10-да ұйықтайтын болсаңыз мысалы да, 2 сағаттан кейін ұйықтайсыздар ғой, сол смузиді ішіп алып, далада біраз таза ауада жүріп қайтыңыздар. Түсінікті, барлығы. Так, тәттіден 6-шысы. Тәттіні көп жейміз. Дұрыс қой, тәттіні көп жейміз. Мен де жақсы көрем тәттіні, сіз де жақсы көресіз. Бірақ мен не үшін арықпын? Мен мысалы салмағым 58, 57 болады, рост 1,72-73. Мен үшін ол идеальны да салмағым мысалы. Дәл солай, сізде де солай болуға мүмкіндік бар. Мен не істеймін? Мен күнделікті дұрыс тамақтанамын, бірақ аптасына 1 рет, 2 рет жаңағы тәтті өзімнің қалаған тағамымды жей аламын. Ол ештеңе етпейді. Сізге де, сіз де жей аласыз. Өйткені ол сіз өмір сүру мүмкін емес сияқты да. Ол айтамыз ғой, жаңағы гормон счастья, сондай нәрсе сізде болу қажет та міндетті түрде. Сол үшін тамақтансаңыз болады, тәтті тамақ жеуге болады, бірақ шектейміз, көп жемейміз. Сосын күнделікті мен таңертең ерте тұрам. Таңертең күнде ерте жұмысқа барам ғой, енді тұрсам да тұрмасам да тұруым қажет та. Күнделікті сағат 6-да тұрам. Өйткені сағат 8-де жұмыс, соған дейін үлгеруім қажет деген сияқты. Сосын күндіз көбірек жүрем. Жұмыста бізде отыру өте аз, көбірек жүреміз. Шакты толтырам. 8.000, 10.000 шак, шакты толтырам. Қозғалыс көп менде. Шамам келе ма, мен жаттығу жасаймын, Шамам келгенше жаттығу жасаймын. Сосын, кешке жақын тамақтардың барлығын жеп болған соң, көбірек таза ауада жүруге әрекет жасаймын. Таза ауада жүрем, ең болмаса терезелерді ашып қойып, үйді проветривать етем. Жақсылап таза, сонда ұйқым тыныш болады, сосын жаңағы миым тыныш болады, қажетті күнделікті мен дәрумендерімді ішіп жүрмін. D3 бізде күн жоқ Нұр-Сұлтан қаласында. Бізде D3-ді күнде ішем. Қазір менде D3-дің көлемі тіптен аз болып кетті, өйткені 1 жылдай біз үйден шықпадық, карантин дедік, D3-дің көлемі тіптен аз болып кеткен соң, мен 10.000 дозасын ішіп жүрмін күнде. 3 айдай ішем, сосын ары қарай профилактический доза 1000-2000 өзінің единицасы бар, измерение. Вот солай ішетін боламын. Сіздер де ішіңіздер, D3-ді ішіңіздер күнделікті. Одан бөлек жаңағы омега-3. Мен балықты көп мүмкіндік болмай ма, уақыт болмай ма білмеймін. Аптасына 1 рет, немесе 2 аптада 1 рет жейміз. Оның өзі біздің ағзаға қажетті омега-3-ді толықтырмайды екен. Сол себепті қосымша мен омега-3-ді ішіп жүрмін. Сіздер де ішсеңіздер болады. Енді моренің жағасында тұратын жаңағы, білмеймін, Турцияда тұратын болмасаңыздар, енді ішсеңіздер, онда жақсы. Немесе анализ тапсырыңыздар, омега-3-ға. Сосын нақты білесіздер. Сосын менде гемоглобин жақсы, 129, өйткені мен жаңағы айтып жатқан рационды ұстануға тырысамын. Көп бауырды көп жейміз біз, тілді көп жейміз.
Одан бөлек жаңағы ферритин, менде ферритин төмен екен. Ферритинді толтыру үшін мен ферритиннің дәруменін ішіп жүрмін. Вот сол басқа еш нәрсе қосымша ішіп жүрген жоқпын. С дәруменін ішіп жүрмін, витамин С, өйткені мен білесіздер, емханада жұмыс жасаймын, дәрігермін өзім, дәрігер болғандықтан мен көп жаңағы науқастармен кездескендіктен маған иммунитетім түсіп кетпеуі қажет. С дәруменін күнделікті ішемін, витамин С ішемін. Жай ғана жаңағы не дейді, аскорбиновая кислота емес та, витамин, қарапайым кәдімгідей витамин С болуы қажет. D3-ді 5000 доза ішуге бола ма, балаға берсе болады ма дозасын дейді. D3-ға анализ тапсырасыз. Норма болатын болса, мысалы айтайын да, нормасы қандай, қалай білуге болады. Анализ тапсырасыздар. Сол кезде норма деген ол D3 20-30, 20-дан 100-ге дейін барады. Нормасы 20-дан 100-ге дейін барса, ол норма. 20-дан төмен болатын болса, ол уже дефицит. Түсінікті, 20-дан төмен болатын болса дефицит. Ал вот 20-30 жаңағы арқары кетсе береді ғой, көбейіп кетсе де дыны тоқтатасыздар. Көп неғылудың қажеті жоқ. 20-30 болса ол норма. Одан асып кетсе де ол уже көп қолданудың қажеті жоқ дыны. Ал асып кетпеу қажет, кажется, ол барлық адамда асып кетпейді, көп адамдарда асып кетпейді. Ол енді жаз мезгілінде ғана тоқтатуларыңыз мүмкін. Бір күнде таңертең кешке дейін күннің астында жүретін болсаңыздар, онда дәрумен ішпесеңіздер болады, Қалған мезгілдерде, жаздан бөлек қалған мезгілдерде міндетті түрде ішіңіздер дыны. Профилактика ретінде ол барлығына қажет, қыздар. Так, жетіншісі, кешкілік теледидар көріп отырып тамақ ішкенді жаңа барлығымыз ұнатамыз, Вот айтыңыздар, шынымен де сіздер солай тамақтанасыздар ма? Кухняларыңызда жаңағы теледидар бар ма? Мысалы, біздің кухняда теледидар жоқ. Біз теледидар жаңағы гостевой бөлмеде бар, бірақ телевизор мүлдем қоспаймыз. Уақыт жоқ. Шын айтайын, уақыт мүлдем жоқ бізде. Теледидарды мүлдем көрмейміз. Сіздерде мүмкін солай шығар, теледидарды қойып тамақ ішетін шығарсыздар бала-шағаларыңызбен, Бала-шағамыз анда-санда мүмкін мультфильм көрем деп қосып қалуы мүмкін, және де асыл арнаны иногда қосып қоямыз, жаңағы Құранның дауысын үйренсін деп балалар, бірақ басқа каналдарды көрмейміз. Өте сирек болып қалмаса. Так, өте қуаныштымын. Жоқ, мен де көрмейміз теледидар дейді, күшті, молодцы. Лучше көбірек дұғада болыңыздар, иншалла Аллахтың разылығын алуға әрекет жасаңыздар, Вот теледидарды көп көрмеңіздер. Тамақ ішкен кезде отырып, асықпай, бір ауыздарыңызға салған тамақты 30-40 рет шайнап, жақсылап тұрып, солай тамақтану қажет міндетті түрде. Вот сонда біз миымызға сигнал барады, вот сен тойдың, одан артық тамақтың қажеті жоқ, зачем тебе деген сияқты. Өзіңіз саналы түрде түсінесіз, сосын артық тамақ жей алмайтын боласыз. Ал бірден асап жеген адамда көріп отырып, есі басқа жақта, ойы басқа жақта, өзінің аузына қалай тамақ кетіп жатқанын білмей сала беретін адамдар болады, Ондайда сіздер ертең өз денсаулықтарыңызға кері әсерін тигізулеріңіз мүмкін, асқазан ауырып қалуы мүмкін, артық салмақ пайда болуы мүмкін, денсаулықпен қандай да бір проблема болуы мүмкін, бір күндік норма мысалы 2000 калория болуы мүмкін, 2500 калория болуы мүмкін. Содан артық тамақтанбаңыздар. Мына жерде бір қыз сұрапты, салмағымды қалай қоссам болады деп. Сіздер мысалы өздеріңіздің күнделікті жейтін калорияларыңыздан, тамақтарыңыздан деп айтсам болады, Сол дұрыс тамақтану, бастысы 200 грамм қосыңыздар. Жейтін тамақтарыңызға қосыңыздар, 200 грамм көбірек жесеңіздер ештеңе етпейді. Жай салмақ қосылады. Азанда да, бетте де, кешке де. Кешке жақын дәл солай. Ал салмақ тастағысы келетін қыздар, мысалы калорияларыңыз 2000 болатын болса, 1800, 1700, 1500-ға дейін түсірсеңіздер болады. Азырақ тамақтанасыздар, сол тамақ. Тек азырақ тамақтанасыздар, және де қосымша жаттығу жасауды ұмытпаймыз. Қосымша вакуум жасаңыздар, іштеріңіз жақсы кететін болады, Вакуум жасауды білмейтін болсаңыздар, үйреніп алсаңыздар болады, ютубтан қарасаңыздар болады, немесе марафонға қатыссаңыздар болады, Бізде де жүріп жатыр, бізде 10 май күні вакуум курсы басталады, егер қатыссаңыздар болады әрине. Айтсаңыздар болады, мен осы 30 күн ораза марафонына қатыстым, мен сіздің вакуум курсыңызға небәрі 1000 теңгемен қатысқым келеді десеңіздер болады. Мен сіздерді 1000 теңгемен қатыстыра аламын. Вакуумды жасап үйреніп аласыздар, маткаларыңыз түсіп кетпейтін болады, Опущение матки дейміз бала туғаннан соң. Вот соның барлығын қалыпқа келтіретін боламыз. Келесі, тамақты жақсы әзірлеп, дұрыс
сақтай білмейміз. Дұрыс әдіспен әзірлейміз, қуырмаймыз. Сақтағанда да тоңазытқышқа сақтау қажет болатын болса, бетін жауып, дұрыстап сақтаймыз. Ашық қалдырмаймыз ештеңені, еш нәрсені ашық қалдырмаймыз. Дастархан үстінде де ашық қалдырмаймыз. Жауып жүріңіздер. Әртүрлі инфекция түседі медицина тілімен, ислам тілімен білесіздер өзі не болатынын барлықтарыңыз. Менен сауаттысыздар ғой сіздер ислам жайында, иншалла. Вот. Дұрыс сақтаймыз, дұрыс жаңағы дайындаймыз, қуырмаймыз, парға пісіреміз, қайнатамыз, духовкаға пісіреміз. Түсінікті, иә? Марафон қашан дейді? Арықтау марафоны ораза біткен соң 15-і кешке, яғни 13-і, 14-і, 15-і бізде айт болатын болса, сол 15-і кешке 16 күн басталады, иншалла. Бағасы, егер сіздер қатысатын болсаңыздар, 30 күн оразаданмын десеңіздер, бағасы 2500 теңге. Бір ай бойы мен сіздермен жұмыс жасайтын боламын, бір айға 2500 теңге. Осы неге инстаға кіріп, сол жерде жаңағы свайп жасап, ватсапқа кірсеңіздер болады, солай жазсаңыздар да болады. Түсінікті, барлығы. Так, кешке теледидарды айттық, енді келесі тамақты айттық. Так, 9 бен 10 қалды, Қараңыздар. Міне, 9-шы. Тамақты жас ерекшелігіне қарай ішіп жеуіміз қажет. Сіздің балаңыз көп оқитын болса, сіздің балаңыз көп мимен жұмыс жасайтын болса, глюкоза көп қажет, яғни углевод, көмір суларды көп беруіңіз қажет. Күріш, гречка, овсянка, сложные углеводы, мысалы етте де бар, ол фруктыда да бар, соны көбірек қолдану қажет. Рационда нан, мысалы да, қара нандар, жаңа мен сізге көрсеттім ғой, қара нандарды көбірек қолданыңыздар. Вот, соларды көбірек беру қажет. ПП дұрыс майлар, жаңағы қолдың майын көбірек берулеріңіз қажет. Сонда балада есте сақтау қабілеті жақсарады, және де миы тез дамиды. Шаршау болады, мысалы, кей балалар оқығысы келмейді, және де болып жатады ғой, сабақ оқы десең ұйқысы кеп кетеді, шаршап, немесе бір есілдерді далада болады, немесе бір жаттау бір нәрсе болатын болса, жаттағысы келмей, немесе жаттай алмайды. Шынымен де балада жаңағы не жоқ, не дейді, ынта жоқ та ол нәрсе, шынымен де үйренгісі келмейді, өйткені иммунитет түсіп кеткен болуы мүмкін, немесе балада қажетті дәрумендерін алмайды, немесе дұрыс тамақтанбайды. Сіз дұрыс тамақ жасап бермейсіз балаңызға. Ең бастысы сол тезірек сабағына келсе, үйдегі не бар соны берсем деп дұрыс емес тамақтандырып жатқан болуларыңыз мүмкін. Өздеріңіз сәл де болсын ойланып көріңіздерші. Міндетті түрде балаға дұрыс тамақтандырмасаңыздар, ертең балада білесіздер, оқуы азайып кетеді. Оқуға деген ынтасы азайып кетеді. Сосын не болады? Сосын еш нәрсеге желаниесі болмайды, тек ойынның баласы болып кетуі мүмкін. Келесі, соңғы тамақ ішу уақыты ұйықтар алдында 2 сағат алдын болуы қажет. Айттым ғой жаңа, кефирді 2 сағат алдын ішіп алыңыздар. Тамақты да, мысалы, түнгі сағат 11-де ұйықтайтын болсаңыз, жаңағы сағат 9-ға дейін, 8-дерге дейін тамақ ішсеңіздер болады. Бастысы бір күндік нормадан, калориядан ауытқып кетпейміз, Диабеті бар адам не істеу керек дейді. Диабет адам, Зәуре ханым, диабетпен ауыратын адамдар сіздерде жаңағы күріш мысалы болмайды. Күріш жеуге болмайды. Айтамыз ғой, көмір су көп қолдануға болмайды, қант болмайды. Сіздерге қант алмастырғыш, сіздер үшін арнап қойған осы қант алмастырғышты, фитпарат, немесе стевия, қант алмастырғыштың түрі көп. Көбінесе бұрынғы заманда негізі қант алмастырғышты осы қант диабетімен ауыратын адамдар үшін емдік дәрі ретінде шығарған ғой. Сол үшін қант алмастырғышты қосқан кезде азғандай ғана қосасыз да, ол қанттан бір 20 есе, 10 есе тәтті болып келеді. Сол қантты осы диабет ауыратын адамдарға қолдануға болады. Қолданыңыздар, ПП майларды қолдансаңыздар болады, бірақ қуырылған тамақтардан бас тартамыз. Ертең сіздің қант мөлшеріңіз көбейіп кететін болса, қандай да бір жеріңіз жарақатта болатын болсаңыз, ол тоқтамайды, бүкіл денеңіз қышып жүреді, бар жеріңізде жаңағы бөртпелер басып кетеді, өте қауіпті. Ол сізге керек па? Керек емес. Қанттың деңгейін түсіріп отыру қажет. Әрдайым жаңағы қантты өлшейтін прибор бар ғой, сол сіздердің жандарыңызда жүрсін. Осы ораза уақытында егер ораза ұстаған болсаңыз, судың нормасын көп ішіңізші, суды көбірек ішіңіз. Шынымен де қанттың мөлшерін түсіреді, иншалла. Және де осы ораза уақытында қанттарыңыз көтеріліп кетпеген шығар, өйткені оразада біз көп тамақ жемедік. Және де қант көп тамақ жемеген жағдайда ол көтеріліп кетпейді.
түсінікті иә барлығы. Так, мен енді былай қояйын. Түсінікті, мына жерде барлығын түсіндірдім сіздерге. Тұрым. Так. Сұрақтарыңызға жауап берейін енді. Менде щитовидкам ауырады, ингредиенті берген, соған қарай меню да болады ма? Әрине, иә. Щитовидка сізде көтеріліп кеткен ғой, иә, получается, гормондар, щитовидная железаның нормасы көбейіп кеткен, щитовидканың қалыпқа келуі қажет. Гормондар сізге жазып бергенде болуы мүмкін, дәрігер міндетті түрде оны ішу қажет. Солай ғана біз реттейміз, және де дұрыс тамақтану арқылы біз өзіміздің жаңағы ағзамызға, иә, щитовидка гормонды қалыпқа келтіруге өз ықпалын тигізеді міндетті түрде. Иммунитетті көтеру үшін қандай витаминдер ішу қажет? Иммунитет, витамин С, омега-3, D3 міндетті түрде, иә, Б комплекс міндетті түрде, кальций, жаңағы егер сүйектеріңіз сынғыш немесе тістеріңіз сынғыш болатын болса, міндетті түрде кальций ішіңіздер. Сол дәрумендер, көп дәруменнің қажеті де жоқ ол жерде. К2 жаңағы біз омега, мысалы бізде қараңыздар, Д дәрумені майда ериді. Сол үшін оны омега-3-мен ішетін болсақ, ол май ғой енді, омега-3 май ғой. Сонымен ішетін болсақ, сіңімділігі тез болады, жақсы болады. Сосын кальцийді жай ғана өзін ішпейсіздер, D3-мен ішесіздер, иә. D3-дің сіңуі де, кальцийдің сіңуі де қосымша магний құрамында болу керек. Кальций, магний деп жазып қояды, қарасаңыздар, кальцийдің сыртында, иә, кальций, магний бірге ішіледі, сіңімділігі жақсы болады сонда. Д да бар құрамында. Оны да ішсеңіздер, сіңімділігі жақсы болады. Солай ғой, айтамыз ғой, майда еритін дәрумендер бар, немесе суда еритін дәрумендер бар деп айтамыз. Оны не үшін айтады? Оны біз жаңағы ішкен дәруменіміз сіңімді болу үшін ішеміз. Так, тері неден өте құрғақ болады? Сізге, Шынар ханым, А дәрумені, Е дәрумені жетіспегеннен сізде теріңіз құрғақ. Аевит қарапайым, енді аптекаларда сататын шығар. Нақты мен өзімнің тәжірибемді, енді мен біреу үшін жауап бермеймін ғой. Өзім кезінде аевит ішкен болатынмын, тері құрғақ және де шашым көп түсетін. Шашым және де тырнағым көп сынатын, и көзімнің көруі нашарлады. Мен енді көзімнің көруі нашарлады, бірақ менде жаңағы көзіме операция болды. Лазерный операция жасаттым, еткен менде 3-тен асып кетті көзімнің зрением. Сол үшін жасаттым, Аллаға шүкір, қазір бәрі жақсы. Бірақ сіздер егер шаштарыңыз көп түсіп, иә, тістеріңіз жаңағы сынғыш кеп, немесе тері құрғақ, дене құрғақ, бет құрғақ, қол құрғақ болатын болса, міндетті түрде аевитті алып ішсеңіздер болады, немесе қосымша айхербта, негізі көбінесе жақсы дәрумендер айхербта. Вот содан алып ішсеңіздер болады. Енді өз жаңағы нелерінен сұрасаңыздар болады, иә, қандайлар пайдалы екен. Аптекада омега-3-тің пайдасы бар ма? Білмеймін, қыздар. Аптекада шынымен омега-3 түрі көп қой, қазір барлық жерде сатады, иә. Оның арзаны бар, қымбаты бар, оның пайдалы бар, пайдасы жоқ. Қаншалықты ол сіңімді екенін де білмеймін. Мен айхербтан алдым, шынымен де омега-3-ті де сол жерден алдым. Қазір барлық қалада бар. Оны тапсырыс берсеңіздер де болады, өзінің приложениясы да бар, иә. Емзулі аналарға қалай тамақтанамыз? Емзулі аналар, сіздер осы дұрыс тамақтануды ұстанасыздар, одан бөлек қосымша қарындарыңыз ашса, сорпалар ішіңіздер, ботқалар жеңіздер, сүт шай анда-санда ішуге болады. Так, кальций D3 мен аква D3 айырмашылығы қандай? Или кальций D3 мен аква D3 түсінбедім, иә. Екеуі екі түрлі ғой, қыздар. Аевит күніне қанша ішу қажет еді? Білмеймін. Қыздар, мен кезінде 2 рет іштім. Ол енді сіз өзіңіздің дәрігеріңізге барыңыз, сұраңыз, сізге қандай дәрумені жетіспейді, қанша ішу қажет, оның барлығын дәрігерлеріңіз айтады. Мен сіздің анализіңізді білмеймін. Ертең Алла жазса ораза біткен соң анализ тапсырыңыздаршы. Өздеріңіз денсаулықтарыңыз үшін тапсырып көріңіздерші. Гормондарға тапсырыңыздар, иә? Гормондарға міндетті түрде ТТГ, ТТ3, ТТ4 деп көп қой енді, общий гормон бар. Сосын D3-ға тапсырыңыздар, ферритинға тапсырыңыздар, общий анализ крови, общий анализ мочи тапсырыңыздар, омега-3-ға тапсырыңыздар, иә, тапсырыңыздар. Жылына бір рет тапсырыңыздар да, сосын сол дефицитті дәрігерлеріңізге көрсетіңіздер, айтсын, не жетіспейді, не ішу керек. Вот соны ішіңіздер де қолданыңыздар.
біз пока бізді бір ауру келіп миымызға жетпегенше біз өзіміз емделмейміз ғой жай ғана, иә. Олай жасауға болмайды. Профилактика ретінде көріңіздер, өздеріңіз денсаулықтарыңызды жақсартыңыздар иншалла. Аква D3 деген мынандай несі, бүйтіп басады ғой, спрей сияқты түрде. Ешкі сүтін үлкендерге болады ма дейді. Әрине болады, ішіңіздер. Неге болмайды? Болады. Ешкі сүті, түйе сүті, бие сүті, беттегі қара дақ сығып кетсе ішінен бірдеңе шығатын ше, соны қалай кетіруге болады дейді. Асқазан дұрыстау керек, асқазанды реттеу керек, сосын бауырды реттеу керек. Беттегі қара дақ демек сіздің бауырыңызбен проблема. Мүмкін сіз көп майлы тамақтарды жейтін шығарсыз, иә, мен білмеймін ғой. Соның барлығын реттеңіздер, осы менюді ұстаныңыздар. Барлығы жақсы болады иншалла. Шешімі бар кетеді дейді, иә, дақтың шешімі бар, әрине кетеді. Так, шаш көп түсеше дейді. Шаштың көп түсуі демек сізге дәрумендер жетіспеушілігі. Жанат ханым. Беттегі дақтар көбейіп кетті дейді. Не жасаймыз дейді. Тамаққа байланысты ма дейді. Әрине тамаққа байланысты. Сосын күннен келетін, иә, жаңағы болады ғой, бір адамдарда сепкіл шығып кетеді. Оның барлығы күнде көп жүрудің астынан ешқандай сіздер беттеріңізге жаңағы күтім жасамағансыздар, иә, сол арқылы да болып жатады қыздар. Немесе былай жасаңыздар, беттеріңіз құрғақ болатын болса, қолдарыңыз құрғақ болатын болса, кокос майы бар. Кокос майын алсаңыздар болады, маска жасаңыздар, бетке маска. Менің YouTube каналымда қыздар, мен өзім көрсеткенмін. Бетке маска кокос майымен. Прям қалай жасау керек, иә, чтобы бетте әжім былай түсіп кетпеу үшін, мойнында түсіп кетпеу үшін, бүкілін барлығын көрсетіп, былай жасап, барлығын былай да, барлығын жасадым, көрсеттім. Қаласаңыздар, осы страницаға кірген кезде таплинк бар, соның ішінде YouTube каналым бар. Сол жерде кіріп қарасаңыздар болады. Барлығы тегін қыздар. Барлығы тегін, оның ішінде қаншама дұрыс тамақтануға арналған менюлар бар, иә, жаңа рецепттер бар, оның барлығы тегін. Осы YouTube каналына кіріп, көріп шықсаңыздар болады. Ол жерде жаңағы пирогтар, торттар бар, оның барлығы тегін. Соларды көріп жасаңыздар. Міндетті түрде, иншалла жақсы нәтижеге жетесіздер. Денсаулықтарыңыз жақсарады қыздар. Ерін жарылса, кесілсе, С витамині жетіспейді. Иә, дұрыс айтасыз, С витамині жетіспейді. Омеганы немен қосып ішеді дедіңіз дейді, омега-3 деді. Омега-3-ді D3-мен ішіңіз. Омега-3-ді D3-мен майда яғни D3-ді біздің ағзаға сіңуі үшін оны біз тамақпен ішуіміз қажет, немесе маймен. Омега-3 яғни май. Екеуін бірге ішсеңіз, майда ериді ғой D3. Жақсы, сіңімділігі жақсы болады қыздар. 8 айлық балаға бола ма D3 дейді, айхорттікі дейді. Айхорт енді 8 айлық балаға детский болады ғой, сондай болады ішуге. Сіздің негізі, сіздердің дәрігерлеріңіз енді білмеймін, бере ма, бермей ма. Мен өзім жүкті болып босандым ғой, сол кезде менің дәрігерім тегін беретін, D3-ді тегін беретін, аптекадан барып алатынмын. Өзі жазып беретін, мынаны барып аптекадан алыңыз деп, сол жерден тегін алатын. Балаға, яғни 1 жасқа дейін тегін берілу керек, мне кажется, неде. Өздеріңіздің емханаларыңыздан сұраңыздаршы. Так. Болды, иә, қыздар, мына жерде мен 5-ақ минут уақытым қалыпты. Тағы да сұрақтарыңыз болса, мына Гүлбала ПП-ға жазыңыздар, иә. Менің бүгін соңғы эфирім қыздар. Марафонға қатысам десеңіздер де жеңілдік жасалып тұр. Вакуум курсына қатысамын, детокс курсына қатысам десеңіздер де сіздер үшін міндетті түрде мен ораза, осы 30 күн ораза марафонына қатысқан барша жаңағы қыздарға мен жеңілдік міндетті түрде жасайтын боламын. Сіздер үшін осы жерге сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызды беріп, садақа жасадыңыздар, өте үлкен көмек жасадыңыздар. Қаншама адам мысалы үй алып жатыр. Қаншама адам көптеген сауап жасап жатсыздар да, сіздер, Алла разы болсын сіздерден. Иншалла бүкіл амалдарыңыз жаңағы сауаптары көбейсін, үлкейсін, иә, жақсы нәтижелерге жетіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызға қараңыздар. Өйткені қазір коронавирус өте қатты өршіп кетті. Екінші вакцинадан соңында қаншама адамда қиыншылық болып жатыр деп естіп жатырмыз, иә. Оның барлығы мына адамның иммунитетінің нашар болуынан да болуы мүмкін. Немесе қандай да бір созылмалы аурулары бар болуы да мүмкін да. Енді сіздер соның барлығын міндетті түрде
өздеріңіз дұрыс тамақтану арқылы денсаулықтарыңыз көбірек қимылдаңыздар, жаттығу жасаңыздар, билеңіздер, енді білмеймін, барлығын жасаңыздар да енді, бірақ өздеріңіз денсаулықтарыңыз Алладан келген аманат екенін ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, иә. Барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Осы 30 күн оразада спикер болғаныма өте қуаныштымын. Осындай мүмкіндік бергеніне Аллаға шүкір. Айнұр ханымға өте алғысымды білдіремін. Рахмет жалпы барлықтарыңызға. Осы 23.100 адам көріп отыр екен, соның барлығына Алла разы болсын. Қатысып отырсыздар, Алла разы болсын. Сіздерге сау болыңыздар.